Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге осындай дәмді, жұмсақ булочкалар жасайтын боламыз. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең әуелі 150 мл жылы сүтімізді 1 шай қасық шекермен 1 шай қасық ашытқымен араластырып 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Мінекей ашытқымыз көтерілді. Енді осыған 80 грамм ерітілген май мен 70 грамм шекерімізді қосамыз. Жарты шай қасық тұз қосамыз. 1 дана жұмыртқамызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Мінекей қамырымыз осындай болу керек. Енді осының бетін жауып, жылы жерге қойып, 1-2 сағатқа көтерілгенше қалдырып қоямыз. Мінекей қамырымыз осындай 3 есе болып көтерілді. Енді осы қамырды 2-ге бөліп, 2 түрлі формада жасалынатын булочка дайындайтын боламыз. Бірінші формамызда осы қамырды мен 50 граммнан бөліп шығамын. Дөңгелек етіп жайып, салмасына мен үйде тұрған, қанша уақыттан бергі тұрған алма вареньясын салдым. Өздеріңіз шоколад салсаңыздар да, банан салсаңыздар да, болмаса жаңғақты блендерден өткізіп салсаңыздар да, ол өз қалауларыңызда. Формасын осылай шанышқымен, пиццаға арналған пышақтың көмегімен осылай жасап шықтым. Жақсылап қарап алыңыздар, бұны сөзбен айтып жеткізе алмай жатырмын. Дайындаған булочкаларымызды бетін жауып 10-15 минутқа қалдырып қоямыз. Мінекей 15 минут уақыт өтті, кішкене осының көтерілді. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын ғана жағып, макпен әрлейтін боламын. Енді осы булочкаларымызды
Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Жаңағы 6 дана булочкамды шығарған соң бала-шағам жеп қойды. Енді осы 3 дана булочканың видеосы ғана қалып тұр. Мінекей, осындай болып шықты формасы. Өте жұмсақ әрі дәмді болды. Енді келесі екінші формасын көрсететін боламын. Екінші формасында осы қамырымызды алып, дөңгелек етіп жайып шығамыз. Енді осы қамырымызды 8 бөлікке бөліп шығамыз. Осындай пиццаның формасындағыдай болу керек. Ішіне салмамызды салып, осылай түйіп шығамыз. Мінекей булочкаларымыз дайын болды. Енді бетін осылай жұмыртқаның сарысымен жағып шығып, кунжутпен әсемдейтін боламын. Айта кететін жайт, менде салмасы алманың вареньесінен болғандықтан, вареньенің суы қайта-қайта қамырымды ажыратып жіберіп жатыр. Сол үшін екінші формам ажыратылған болып пісіп шықты. Сіздердің начинкаларыңыз сәл құрғақтау болса, дәл осылай ажырамай әдемі болып піседі. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 30 минутта пісіріп шығамыз. Мінекей, екінші басқаша формада жасалған булочкамыз дайын. Мінекей, алманың суының әсерінен осылай ажыратылып шықты. Міне біреуі ғана ажыратылмады. Сіздерде құрғақ болса басқаша болады. Мінекей, осылай булочкаларым дайын болды. Бізге ас болсын. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.